Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да махаббат пен абырой деп аталатын тарауды аяқтадық. Біз оқыған шығармалар: Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы, Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесі, Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы, Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романы бойынша біз сіздермен бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын жазған болатынбыз. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау соңғы 3 шығарманы қамтиды. 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут, түсіну және жауап беру тапсырмаларын орындауға 5 минут, анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 10 минут, бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 15. Тапсырмалардың түрлері: бір таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалау 3 бөлімнен тұрады. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, бірінші бөлім түсіну мен жауап беру тапсырмаларын, екінші бөлім анализ және интерпретация тапсырмаларын, үшіншісі бағалау және салыстыруды тексеруге арналған тапсырмалардан тұрады. Мақсаты: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру, шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу. Бағалау критерийлері: әдеби шығарманың сюжеттік желілерін анықтай алады, кейіпкерлердің қасиеттерін анықтап мінездеу жазады, шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазады. Соңғы 2 мақсат эссеге байланысты. Бірінші бөлім. Сіздер 4 тест сұрағына жауап бересіздер. Яғни бұл жерде сіздер 4 нұсқаның біреуін таңдауларыңыз қажет. Яғни дұрыс нұсқаны анықтайсыздар. Бірінші. Дулат Исабековтың «Әпке» драмасындағы Тимурдың мінезін анықтаңыз. Екінші. Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасында өз жанынан өлең шығарып, жиын тойда айтысқа түсіп, ескі ақын жыраулардың термелерін, қиссаларын жақсы көріп тыңдайтын кім? Үшінші. Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романында оқиға немен аяқталады? Төртінші. Аққулар ұйықтағанда поэмасындағы оқиғаның шарықтау шегін анықтаңыз. Келесі 2-ші бөлімге көшейік. Бұл жерде сіздер тапсырмаларды міндетті түрде нөмірлеп отырыңыздар. 5-ші тапсырма. Кейіпкерлер әлемі әдісі бойынша шығармадағы кейіпкерлердің бойындағы қасиеттерді атап көрсетіп, мінездеулер беріп, кестені толтырыңыздар. Бұл жерде сіздерге бірінші бағанада 3 кейіпкер беріліп отыр. Екінші бағанаға осы кейіпкерлердің бойындағы қасиеттерді жазасыздар. Үшінші бағанаға кейіпкерлерге мінездеу жазасыздар. 6-шы тапсырма. Аққулар ұйықтағанда поэмасының идеясын ұлттық мүдде тұрғысынан
талдаңыз. Бұл жерде шағын ғана өз ойыңызды жазсаңыз жеткілікті. Үшінші бөлім. 7-ші тапсырма. Дулат Исабековтың «Әпке» драмасынан алынған «Отбасы кішігірім мемлекет, оны басқару үшін жалғыз махаббат жеткіліксіз» деген цитатаны талқылай отырып, гуманистік тұрғыдан талдап, материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, «Отбасы кішігірім мемлекет» тақырыбында әдеби эссе жазасыздар. Эссе жазу барысында төмендегі клишелерді қолдану керек. Құрметті оқушылар, 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші 4 тапсырма. Бұл жерде бір таңдауды қажет ететін сұрақтар. Яғни, сіздер әрбір дұрыс нұсқаны анықтағандарыңызға бір ұпайдан аласыздар. 6-шы тапсырмада кейіпкерлердің бойындағы қасиеттерді таба алғандарыңызға бір ұпай, кейіпкерге мінездеу бере алғандарыңызға бір ұпай, ойларыңызды дәлелді жеткізе алғандарыңызға бір ұпай аласыздар. 7-ші тапсырмада шығарманың идеясын анықтай алғандарыңызға бір ұпай, ұлттық мүдде тұрғысынан талдай алғандарыңызға бір ұпай, өзіндік көзқарастарыңызды танытқандарыңызға бір ұпай аласыздар. 8-ші тапсырма. Бұл жазба жұмысы. Клишелерді өз орнымен кем дегенде екеуін пайдалана алғандарыңызға бір ұпай, драма желісі бойынша эссе тақырыбын аша алғандарыңызға бір ұпай, өзіндік гуманистік ой пікірлеріңізді таныта алғандарыңызға бір ұпай, логикалық қорытынды жасай алғандарыңызға бір ұпай, жазба жұмысының құрылымын сақтағандарыңызға бір ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 15. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.